Саламатсыздар ма оқушылар? Ал оқушылар, бүгінгі геометрия сабағын бастайық. Бүгін оқушылар сабақта кім жоқ? Айзымхан, Кәусар, Аманжол, Бибарас. Рахмет. Ал енді оқушылар ынтымақтастықты қалыптастыру мақсатында ортаға шаттық шеңберін құрсақ. Бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз. Ерназар бүгінгі сабаққа белсенді. Әлжа бүгін сабақтан нақты жауап береді. Ахмет бүгінгі сабақтан жақсы баға алды. Едіге әрдайым күнің сәтті өтсін. Айыз бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгін сен өте әдемі қызсың. Ержан бүгінгі сабақта ұстамаларды орындауға тиіспін. Әзіре, сен бүгін сабаққа белсене қатысты, әрқашан көңіл күйіңді көтеріп жүрсің. Әзіре, үнемі жарысқа қатысып биік шыңдардан көрінеді. Рәсінетте аяғың денсаулығың мықты болсын. Әрқашан күнде жүр. Сабыр, жаса ауырма, ешқашан да сабағыңды беспен бітір. Әмір осы мектептегі ең озат оқушы. Қызыл түсті бірінші топ, жасыл екінші топ, сары үшінші топ, көк төртінші топ. Балалар, бүгінгі сабақта транспортер арқылы, әдісі арқылы өз-өзімізді бағалаймыз. Алдыларына дискриптор беріледі, әр тапсырма бойынша. Соған қарап өз-өзімізді бағалаймыз. Ал балалар, үйге тапсырма ереже бергенмін, я? Үш бұрыштарының үш теңдігінің белгілері бойынша ереже берген. Соған мен сендерге соткаларына ссылка жіберіп қойдым, квизис бойынша, яғни ссылканы ашыңдар, аттарыңды жазыңдар. Аттарыңды жазыңдар. Сол бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Мен мына тақтадан кімнің қанша балл жинағанын қарап отырамын. Бірінші сұрақ, үш бұрыш дегеніміз не? Жауап бердік па? Балалар, үш бұрыш дегеніміз не? Айзере айтамын. Яғни үш бұрыш дейміз, бір түзу бойында жатпайтын нүктелерді қосатын кесінді. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Үш бұрыштың үшінші белгісі, яғни қайталау сабағы. Бірінші топ. Қазір топтық жұмыс орындаймыз. Бірінші топ тең берілі үш бұрыш тобына, яғни үш бұрыштың бірінші белгісін қорғаймыз. Екінші топ тік бұрышты үш бұрыш тобына үш бұрыштың екінші белгісі, үшінші топқа үш бұрыштың үшінші белгісі, төртінші топқа үш бұрыштың түрлерін постерге қорғаймыз. Топтық жұмыс. Берілген тапсырма үш бұрыштың үшінші белгісі және оның теоремасы. Егер бір үш бұрыштың егер оның үш қабырғасы тең болса, оған екінші үш бұрыштың үш қабырғасы тең болса, онда бұл үш бұрышта өзара тең болады. Әдемі А-б-с және А1, В1, С1. Үш бұрыштарында А-б тең А1, В1. А-с тең А1, С1. В-с тең В1, С1. Жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңдар. Берілген тапсырма үш бұрыштың екінші белгісі. Оның теоремасы бірінші үш бұрыштың екі бұрышы сәйкесінше бірінші қабырға. Екінші үш бұрыштың екі бұрышы және де бірінші қабырғасына тең болса, онда екі үш бұрыш тең. А-с тең А1, С1. Тең А1, С тең С1. Ол үш бұрыштың бірінші белгісі. Егер де үш бұрыштардың қабырғалары тең болса, олар үш бұрышты тең болады. Дәлелдену А-Б-С және А1, В1, С1 үш бұрыштарында А-Б тең А1, В1. А-С болса, ол А-С1, С1 болады. А тең А1. Бұл үш бұрыштың бірінші белгісі. Бізге берілген тапсырма бұл үш бұрыштардың түрлері. Яғни бізде үш бұрыштардың үш түрі бар. Мысалы оларға келетін болсақ, тік бұрыш. Яғни тік бұрышты оның бір бұрыш 90 градусқа тең. Ал тең белгілі үш бұрыштың олардың бүйір қабырғалары өзара тең және табанның бұрыштары өзара тең. Тең қабырғалы үш бұрыштың қабырғаларында өзара тең және үш бұрыштарында 60 градус. Ал балалар, біздің келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс.
Word бұл әдісі арқылы адасқан сөздерді табамыз. Осы біздің үшбұрыштар тақырыбына байланысты элементтері барлығы айласыпты, соны табамыз. Ашыңыздар. Бастаймыз. Ал балалар, енді келесі тапсырмамыз біздің оқулықпен жұмыс. Оқулықтарымызды ашайық. 11-де 7-ші, 11-де 8-ші есепті шығарайық. Тақтаға кім шығады? Зәуір шыға ғой. Айзере шығады. Бұл үшбұрыштың бірінші белгісі белгіленген. Екі қабырға арасындағы есепте бірінші және екінші бұрыштың тең екенін дәлелдеу керек. Бұны мен былай дәлелдей аламын. Бұл есеп үшбұрыштың бірінші белгісіне келеді. Екі қабырғасының арасында жатқан бұрыштар өзара тең. Бізде бұл жерде осы екі үшбұрыштың теңдігін дәлелдеу керек. Бізде бұл жерде АДО үшбұрышы мен ОДС үшбұрышы тең екенін көрсетілген. Және де АД қабырғасы мен ДС қабырғасы, және де О қабырғасы мен О қабырғасы тең. Және де бізде бұл жерде ДО ол екі үшбұрышқа да ортақ болып келеді. Яғни бізде бұл жерде бұл үшбұрыштың үшінші белгісіне дәлелдейді. Ал балалар, мына есептердің барлығын дәптерлеріне жазып аламыз. Есептерді дәптерімізге жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда транспортер әдісін қолданып өз өзімізді бағалаймыз. Алдыларында тұрған транспортерге бағаларын қойып болсаңдар, бағаларында айтып, түсіндіріп, кері байланыс жүргізіп кетіңіздер. Мен өзіме бүгін 9 балл қойдым екен, сабақта аша білдім, сабаққа керемет ат салысып отырдым. Мен сыдырғақ ниет бүгін өзіме 8 балл қойдым. Өйткені бүгінгі сабақ көңілді өте тамаша өтті. Мен Исканбайым бүгінгі сабақта өзіме 8 баллға бағаладым және үшбұрыштың үш белгісін жақсы меңгердім. Мен Қамбар Әлішер, өзіме мен 7 балл қойдым. Сабақ жақсы өтті, бірақ кішкене есеп қиындау болды. Мейірбай Ахмет, мен өзіме 8 балл бағаладым және мен осы сабақты өте жақсы түсіндім. Мен Ибрагим Дәуір және де өзіме 10 балл қойдым. Өйткені мен осы сабақты жақсы түсіндім. Бүкіл 3 теореманы үйрендім және де есепті жақсы шығардым. Осы сабақ өте қызықты өтті. Мен Неспек Әмір, өзіне 8 балл қойдым. Бүгін сабақ өте керемет әрі түсінікті болды. Мен Әміребек Едіге, мен өзіме 8 балл қойдым. Бүгін сабақ өте керемет болды. Мен Ақылбек Бермағұлов. Бүгінгі сабақ өте көңілді және қызық болды. Бірақ та маған есептер, геометриялар өте қиын болды. Қуанышбек Ғазиз, өзіме 9 балл қойдым. Бүгінгі біздің ашық сабағымыз өте қызықты өтті. Мен тақтаға ашып үшбұрыштың үшінші теоремасын түсіндірдік. Өзіме 9 балл қойдым. Себебі сабақ өте түсінікті әрі қызықты болды. Яғни барлық баланың қолына келді. Мен Тоқтар Назиремен бүгін өзімді 10 балға бағаладым. Және де бұл сабақ өте қызықты әрі түсінікті болды. Есептерді қиналмай шығара алдым. Мен Сөйлесереме өзіме 8 балл бағаладым. Және де бүгін сабақ өте қызықты өтті. Мен Рауқадым өзімді 8 бағаладым. Бүгін қызықты әрі түсінікті болды. Мен Мұратбек Ерназар өзімді 10 балға бағаладым екен. Мен есептерді жақсы түсіндім және жақсы меңгере алдым. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге жақсы ат салысқандарыңызға көп рахмет.